Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздермен мен Бердірахманова Еңлік. Отандастар қоғамдық қорының қолдауымен зерделі ақыл ой дамыту орталығы ұсынған қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен апта күндерімен танысатын боламыз. Әуелі жаңа сөздермен танысып алайық. Күндіз, түн, бір күн, бір тәулік. Бүгінгі күн, бүгін, яғни 27 сәуір 2020 жыл. Кешегі күн, кеше, яғни 26 сәуір 2020 жыл. Кешенің алдындағы күн, алдын күні, ол 25 сәуір 2020 жыл. Бүгінгі күн, 27 сәуір, бүгін, яғни ертеңгі күн, 28 сәуір, ертең. Ертеңнен кейінгі күн, арғы күн, 29 сәуір болады. Енді біз апта күндермен танысып өтейік. Бір аптада 7 күн бар. Бірінші күн дүйсенбі, екінші күн сейсенбі, үшінші күн сәрсенбі, төртінші күн бейсенбі, бесінші күн жұма, алтыншы күн сенбі, жетінші күн жексенбі. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып шығайық. Аптаның бірінші күні қай күн дедік? Дүйсенбі. Аптаның екінші күні сейсенбі. Аптадағы үшінші күн сәрсенбі. Аптаның төртінші күні бейсенбі. Жұма аптаның бесінші күні. Жұмадан кейін қай күн болады? Сенбі. Сенбі. Аптаның соңғы күні жексенбі. Енді өзара әңгімелесіп көрейік. Бүгін қандай күн? Бүгін дүйсенбі. Кеше аптаның қай күні болды? Жексенбі. Ертең аптаның нешінші күні? Сейсенбі, екінші күні. Ертеңнен кейін қандай күн? Сәрсенбі, аптаның үшінші күні. Сіз қай күні демаласыз? Жексенбі немесе сенбі, жексенбі күні де демалуларыңыз мүмкін. Сандар мен апта күндерін сәйкестендіріп көрейік. Бірінші қай күн? Дүйсенбі. Екінші қай күн? Сейсенбі. Аптаның үшінші қай күн? Сәрсенбі. Төртінші күн? Бейсенбі. Бесінші күн? Жұма. Алтыншы күн? Сенбі. Жетінші күн? Жексенбі.
Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.